Аскөк суы ішек құрттарына, микробтарға қарсы қақырық түсіретін әсерге ие. Аскөк дәнінің эфир майлары антибактериялық жел айдайтын қабынуға қарсы көмектеседі. Аскөк дәндерінің құрамында эфир майы көп мөлшерде кездеседі. Дәндерінде 6,5%-ға дейін болса, жапырақтарында 0,5%-ға дейін өсімдік құрамына кіретін алеин, линол, пальмитон қышқылдары мен анетол, метилхавикол, алпинин, афелладрен ішектің дұрыс жұмыс істеуіне әсер ететін емдік қасиет көрсетеді. Аскөк суын әзірлеу үшін аскөк дәндерінің бір ас қасық мөлшеріне 1 стакан ыстық су құйып, су буында 15 минут көлемінде қайнатыңыз. Ересектерге тамақтан кейін күніне 3 рет стақанның 4-тен 1 бөлігі мөлшерінде ішу керек. Омыраудағы балаларға емізуден 10 минут бұрын жарты шай қасық мөлшерінде беру қажет. Дайын ерітіндіні тоңазытқышқа 1 айдан астам артық сақтауға болады. Ең дұрысы әркез жаңадан жасап отырған. Аскөктің пайдалы қасиеттері. Аскөктің пайдалы құрамы дизентерия, диарея, жұқпалы аурулар кезінде, ұйқы бұзылғанда жақсы көмектеседі. Ол қан қысымын төмендетіп, жүйке жүйесін тыныштандыруға қабілетті. Бүгін сіздерге үй жағдайында аскөктен дәрі жасауға арналған рецепттер ұсынамыз. Бұларды кез келген адам көп шығымданбай-ақ жасауға болады. Көздің өткірлігі төмендеп, көз тез шаршайтын болса, сізге аскөктің тұқымы көмектеседі. Ол үшін аскөктің тұқымынан компресс жасау қажет. Аскөктің тұқымын дәкеге салып, біраз уақыт жылы жерге қою керек. Содан соң оны көзге 20 минут қоямыз. 20 минуттан соң көзіңізде айтарлықтай жеңілдік сезінесіз. Бұл әдіс сондай-ақ көз айналасындағы әжімдерді тегістейді. Ісіну және қабақтың қызаруын азайтады. Аскөкті көпіртіп, жағып, күлін жазылмай жүрген жараға сепсе, ол тез жазылады. Ұрық дәнін ұнтақтап, ауызға салып сорып жүрсе, ыстықты қолма-қол тияды. Оның ұрық дәнімен қоса кептірген сабағының ұнтағынан 2 ас қасық салып, жарты литр суға қайнатып ішсе, ішті жүргізіп, асқазанды, шекті тазалайды. Қарапайым тұнба 1 ас қасық кептірілген аскөкті жарты литр суға салып 1 сағат тұндырамыз. Дәрі дайын болған кезде бұл тұнбаны жарты стақаннан күніне 3 рет ішу қажет. Бұл тұнба асқазан, ішек ауруларында пайдалы. Диарея, іштің қатуы, сынды аурулар емдейді. Жас аналарға аскөкті көп тұтыну өте пайдалы және психологиялық аурулар кезінде де таптырмайтын құрал. Арықтауға аскөкті пайдалану. Сымбатты дене бітіміне жетуге қарапайым құралдардың бірі аскөк шайы. Оны дайындау өте жеңіл. Жуылған аскөк будасын алып, ұсақтап турау керек. Бұл мөлшерде 3 ас қасық аскөкті ыдысқа салып, оған жарты литр су қайнаған құйыңыз. Бұл ыдысты отқа қойып қайнаған соң 5 минут жай отта ұстаңыз. Дайын сусын суыған соң сүзіп алыңыз. Аскөк шайын күніне жарты стаканнан 3 рет тамақтанудың алдында ішу керек. Аскөкті ақ желкенмен бірге қолдануға болады. Ол үшін кептірілген 1 ас қасық аскөк пен 1 ас қасық ақ желкен керек. Оны шайнекке салып қайнаған су құйыңыз. Шайды 15 минут қалдырыңыз. Уақыт өткен соң қарапайым шайдың орнына осы дайындаған шайыңызды ішіңіз. Алайда күніне 1,5 литрден артық ішуге болмайды. Себебі оның қатты несеп пайдағыш әсері бар. Арықтауға аскөк тұқымын қалай пайдаланады? 1 ас қасық аскөк тұқымына 250 мл қайнаған су құйып, бетіне 60 минутқа жуып қойыңыз. Дайын сусынды сүзіп, күніне 3 мезгіл тамақтану алдында 100 мл-ден ішу керек. Егер артериялық қысымыңыз төмен болса, бұл сусынды абайлап ішіңіз. Аскөк тұқымы қызыл мия шөбімен бірге артық салмақтан арылуға жақсы көмектеседі. Бұл 2 ингредиентті балғын немесе кептірілген түрін сақтау турау керек. Ол 4:1 пропорцияда болу қажет. Оны ыдысқа салып, күніне 150 мл су құйыңыз. Сұйықтық қайнаған соң жай отта 20 минут ұстаңыз. Қайнатпаны сүзілген және жылы күйінде күніне 3-4 рет тамақтанудан соң жарты сақтағаннан ішу керек. Бұл сусын қарныңыз тоқ секілді сезім тудырады. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі қысқа видеомыз соңына жетті. Егер пайдалы ақпарат алдым деп ойласаңыз, видеоға лайк қойып, каналға тіркеле өтіңіз. Алдын ала рахмет.